амансыз ба, қош келдіңіз. Рахмет. Абат Өрісбаев Маңғыстау облыстық мәслихатының депутаты, Фортебанк акционерлік қоғамының директоры. Төрлетіңіз. Қайырлы күн. Сізге 10 сұрақ қойсам, қарсы емессіз ғой? Жоқ, қарсы емеспін. Сіздің келісіміңізді сұрап жатқан себебім, көп азаматтар журналистердің сұрағынан қашады, кейбір тіпті камерадан қашады. Біздер жаңа форматтағы адамдар деп өзім есептеймін. Ашық, қандай да жиналыстың барлығы да ашық түрде, ешкімнен жасырынбаймыз, ашық түрде жұмысымызды жүргіземіз. Олай болса кеттік. Мына банктегі қаржыға өзіңіз бастықсыз. Ал үйдегі ақшаны кім ұстайды? Үйдегі ақшаға шынды айтсам, үйдегі өзім отбасымда ақшамның өзінің бір белгілі мөлшерін, 50%-ын адамға беремін. Қалғанын өзім жұмсаймын. Жолдасымның өзінің табысы бар, ол өзіне өзі соған жаңағыдай, ол да сол өзінің бір бөлігін анамызға береді. Тәртіп солай қосыңыз. Тәртіп солай. Себебі біздер үлкен кісілермен тұрамыз, қара шаңырақ, үйдің кенжесі болғасын. Сондықтан ең бастысы біздің отбасыда ата-анамыз, біріншіден ата-аналарымызға жағдай жасап, ата-аналарымыз ары қарай өздерінің керекті басқа да бір отбасылық қажеттерге жұмсайды. Сондықтан осы бұрыннан да дәстүр әдеттегідей сол анамызға тапсырамыз. Керемет. Ақшаға үнемшілсіз бе? Жоқ. Мектеп кезінде айтқаннан қайтпайтын бір беткей оқушы болыпсыз. Ал қазіргі Абат Өрісбаев қандай депутат? Енді жалпы кезінде Байтұрсынов айтқан ғой, елді басқару білімнен емес, біріншіден мінезден деген сияқты. Сол мінезіміз жас кезімізден бастап қалыптасқан. Соның ішінде өзімнің мысалы қазір таңдағы осы халық қалауы ретіндегі әртүрлі жиындарда, маслихатта, Нұр Отан, басқа да әртүрлі площадкаларда өзімнің азаматтық көзқарасымды мен жаңағыдай қайтпастан дербес өз пікірімді білдіртем, шын айтқанда. Кейбірде емес, көбісіне ол ұнамайды, билік болсын шындықты айту керек басқа адамдарға. Бірақ өзім ойым ар жағында ең бастысы бұл халықтың мұқтажы, сондықтан жеткізім деп өзім жауапкершілік сезген кезін соны жеткізуге тырысамын. Депутат болудың үш қиындығы? Қиындығы біріншіден уақыт, себебі көптеген өзіміздің сайлаушыларымыз бар, халқымыз бар, барлығына көмектескім келеді, әрине. Бұған біріншіден сол уақыт үнемдеуге тырысасыз, себебі бұл жерде жұмыс та бар, өзіміздің тұрақты табыс тауып отқан. Одан басқа бөлек, одан да қоғамдық әртүрлі жауапкершіліктегі өзіміз істеріміз бар. Мысалы, мен өзім Қазақ күрес федерациясының басшысымын, спорт. Одан басқа тағы да бір екі федерацияда вице-президент, атқарушы директор есебінде. Қай спортқа болса да жаным ашып, соған қолымды көрсетуге, көмегімді тырысам. Сондықтан әртүрлі мәселелерге араласып, соған себепші болып, көмектесуге тырысам. Депутат болудың үш пайдасы? Пайдасын енді шын айтқанда көрмеппіз, шын айтқанда. Себебі пайдасын бір өзіме жеке пайдам көреді, бұл тәжірибе. Өмірлік тәжірибе, жалпы тәжірибе. Бұл бірде-бір өзім ойым, университет болсын, қандай да бір жоғары оқу орнында бере алмайтын білім, тәжірибе, қарым-қатынас. Екіншіден, тәжірибеден басқа пайдасы бұл халықпен, адамдармен танысу, нақтылау, коммуникация. Сонда қаншама осы адамдармен кездесіп, танысып, осы бағытта солардың мәселелерін шешуге біз адаммен танысқан кезде, кейін бір уақыт келген кезде өзінің телефонын, ұялы телефонын қарайсың, контакттарын қаншама сенің жаңағы байланыста адамдарың бар екен. Соны мысалы қарадым, жақында 7,5 адам шыққан екен. Соның өзі бір белгілі деп есептеймін. Телефоныңыздың контактісінде 7,5 адам. Ол да мен кеше соны бір қорытындылап, өзіме бір жаңағыдай есебінде жазып алып, ол цифрды
ары қарай соны жалпы үнемдеп топтарға бөліп қарым қатынас ары қарай нығайтуға, арттыруға бір өзіме жоспар құрдым. Елімізде дәл қазір шешілуі тиіс деп санайтын екі мәселені айтыңызшы. Елімізде ме, өңірімізде ме? Өзіңіз біліңіз. Жалпы мен елімізде деп сұрақ қойдым. Елімізде енді ең бастысы мәселе, шынды айтқанда, көптеген кемшіліктің енді мойындау керек. Бұл өкінішке орай идеология мәселесі. Біз соны жіберіп алып басынан бастап, қазіргі таңда қазіргі біздегі идеология жоқ болғасын деп айтуға болады. Енді мүлдем жоқ деп шығармаймын, бірақ енді дұрыс дәрежеде бола жатқан жоқ. Соның зардабы қазіргі таңда біз көріп отырмыз. Ол біздің жастарымыздың жалпы қоғамда болып жатқан көптеген мәселелер. Ол өздеріңіз білесіз, арты көп балалы отбасылардың мәселесі, әлеуметтік бір үлкен проблемалар, әртүрлі еңбек даулары, басқа да. Оның бәрі де шын айтқанда өзім ойым идеология дұрыс дәрежеде болмағандықтан. Екінші мәселе, өзекті мәселе, жалпы сол тәуелсіз алғаннан бері біз әлі де сол өзім экономист болғасын, шикізат экономикамыздан әлі де сол біз дұрыс қауіпсіздікке жерге жетпей, әлі өз өндірістерімізді көтере алмай отырмыз, өкінішке орай. Ол да маңызды мәселе. Өндіріс деп айтып қалдыңыз, өңдеу өндірісі ғой. Өңдеу өндірісі, иә. Себебі өздеріңіз білесіз, барлық статистикамен қарайтын болсақ, өкінішке орай көптеген тауарларды әлі де біз импорттаймыз, бәрін шеттен сыртына келеміз. Ал өңіріміздегі көтеретін мәселе болса, ең бірінші мен экология мәселесін көтерер едім. Оның біріншіден өздеріңіз білесіз, көп жылдан бері шешілмей жатқан сұрақ, ол Қошқар ата мәселесі. Екіншіден, осы экологияның зардабынан бір себебі енді бұл біздегі қоғамдағы, біздің өңіріміздегі мүгедектер санының өсуі байланысты. Соның ішінде балалар мүгедектердің саны жыл сайын арттырып келатыр. Ол да бір қауіпті ойландыратын жағдай. Біз осы мәселе бойынша ұсыныстарымызды беріп жатырмыз. Әлі де сол шешім табады деген үмітіміз бар. Сізді аймақ жұртшылығы меценат ретінде де жақсы таниды. Осыған дейін де бірнеше адамға демеушілік танытып, қолдау көрсеттіңіз. Жалпы өміріңіздегі ең қымбат сыйлықты кімге сыйлап едіңіз? Ол қандай сыйлық еді? Енді қымбат сыйлықты егер материал жағынан бағалайтын болсақ, осы 2016 жылы айтуға оңай деген бір бағдарлама болған. Сол кезде бір бас кейіпкер Жанар деген қарындасымыздың өте қиын жағдай болған, отбасылық. Сол кезде біздер бірнеше азаматтар болып бірігіп, сол қарындасымызға үй салып бергенбіз. Батыр селосында. Соны айтуға болады, енді үлкен бір көмек ретінде. Себебі ол ар жағында сауаптыс. Қазір жақында сол жаңа қарындасымыз кездесіп, қуанышына тағы да куә болдық. Балалардың өсіп келе жатқанына, және сол үйде үлкен жақсы береке, бақыт әкелгеніне. Сол өзіме бір үлкен жалпы бір қуаныш маған да келді. Ал өзіңіздің алған сыйлығыңыз, ең қымбат сыйлығыңыз қандай? Өзіме алған ең қымбат сыйлық, жалпы мен сол туған күндерді тойлаудан, содан қашам шынымды айтсам, сонда көп көңіл өзіме қарай бөлген деген сияқты. Бірақ енді ең өзіме бір қымбат сыйлық деп айтуға болады, ол достарымның сыйлаған бір тұлпары бар. Пиарды жақсы көресіз бе? Жоқ, пиарды жақсы көрмеймін. Бірақ енді әртүрлі қоғамдық жұмыста жүретін болғасын, ол жарияланатын болғасын, сол кейбір кезде ол жалпы ақпаратты кейбір адамдар дұрыс түсінбеуі мүмкін, пиар деп. Ол ар жағында жасалып жатқан жұмыс. Ат баптайды екенсіз. Жылқыларыңыз көп деп естідім. Одан өзге қандай кәсіппен айналысасыз? Басқа да кәсіптеріңіз бар ма? Жоқ, осы өзімнің негізгі жұмысым осы қаржы жүйесінде жұмыс жасаймын. Қоғамда жұмыс. Сосын жаңағы отбасылық өзіміздің шаруа қожалығымыз бар. Сол ат баптаймыз, басқа жылқы бағамыз. Онда басқа кәсібі жоқ. Осыдан 2 жыл бұрын 30 жастан асқан қыз елімізде тоқал алуды заңдастырса деген ұсыныс жасапты. Осы ұсынысты қолдайсыз ба? Жоқ, қолдамаймын. Біздің тәрбиеміз бұрыннан келе жатқан, ондай жалпы ата-анамыздан келе жатқан тәрбие, берілген тәрбиеге
біздер жаңағы отбасының құндылығы, жаңағы бізде сол жаңағы бір адаммен өмірді шаңырақты бірге құрып, сол отбасы деген құндылығымыз солда көрінеді. Сондықтан оны жаңағы сіз айтқандай мен ондайларды түсінбеймін де, қолдамаймын да. Тоқалғандар дейсіз ғой. Иә. Менің тосыннан қойылған 10 сұрағыма тосылмай жауап бергеніңіз үшін рахмет. Сау болыңыз. Сізге рахмет.